Hello everybody, сәлеметсіздер ме ағылшын тілін үйренушілер. Бүгін біз сіздермен артикль жайлы үйренеміз. Ағылшын тілінде артикль дегеніміз зат есімнің алдында қолданатын анықтауыш. Қазақ тілінде артикль жоқ. Ағылшын тілінде әрбір жалпы зат есімнің алдында артикль болу керек. Жалпы зат есім дегеніміз мысалы жалпы су, бұлт, кітап, яғни жалпылай айтқан зат есімдерді жалпы зат есім дейміз. Солардың алдында артикль қолдану керек. Зат есімнің алдында артикль қолданбасаңыз, себебін түсіндіре білуіңіз керек. Не үшін қолданбағаның екенін. Мына жағдайда артикль қолданбайды. Зат есімнің алдында тәуелдік немесе сілтеу есімдіктері тұрса, артикль қолданбайды. Тәуелдік есімдік дегеніміз олар мыналар. My, менің, your, сенің, his, оның, her, оның, its, оның, our, біздің, your, сендердің, their, олардың. Осылардан кейін зат есім тұратын болса, артикль қолданбайды екеуінің ортасында. Және сілтеу есімдіктерінен кейін қолданбайды. Сілтеу есімдіктері олар мыналар. This, мынау, that, анау, these, мыналар, көпше түрінде қолданады. Those, аналар, көпше түрінде қолданады. Осылардан кейін зат есім тұратын болса, арасында артикль қолданбайды. Және де сан есім және болымсыз no тұратын болса, артикль қолданбайды. Not емес, not'та қолданады, ал no'да қолданбайды. No'дан кейін зат есім тұратын болса, артикль қолданбайды. Ағылшын тілінде артикльдің 3 түрі бар. En және the. En дегеніміз негізі екеуі бір артикль. Олар белгісіз артикль деп аталады. Белгісіз артикль дегеніміз аты атап тұрғандай, ол зат белгісіз бізге. Қандай екен? Қызыл ма, ақ па, үлкен бе, кішкентай ма, яғни белгісіз. Сондықтан да белгісіз артикльді қолданамыз ол жағдайда. Белгілі зат есім болса, қандай екен? Белгілі болатын болса, онда зат есім алдында the артиклін қолданамыз. The. Енді осы ережелерді түсінген болсақ, қазір жаттығу жасап көрейік. This is book. Мынау кітап. Бұл жерде қандай кітап екені белгісіз. Абай жолы кітап па, Гарри Поттердің кітабы ма, үлкен кітап па, кішкентай кітап па. Сондықтан да белгісіз артиклін қолданамыз. This is a book. Мынау кітап. It is my book. Ол менің кітабым. My тәуелдік есімдік. Менің кітабым деп тұр. Демек, артикль қолданбаймыз. Is this your pencil? Мынау сенің ручкаң ба? Your деп тұр. Тәуелдік есімдік болып тұр. Демек, зат есім қолданбаймыз. Сенің деп тұр. Сенің ручкаң ба? Тәуелді болып тұр зат есім. No, it's not my pencil. Жоқ, ол менің ручкам емес. My. Зат есімнің алдында my тұр. Демек, бұл тәуелдік есімдік менің деп тұр. Тәуелді болып тұр. Тәуелдік есімдікте қолданбаймыз артикль. It is my sister's pencil. Ол менің әпкемнің ручкасы. Қараңыздар, тәуелдік есімдік тек қана my, his, your олар ғана емес, сонымен қатар мұндай үстінде апостроф, үстінде үтір және s келетін болса, ол тәуелдік есімдік болып саналады. Бұны апостроф дейді үстіндегі нүктені және s. Бұл тәуелдік есімдік. Әпкемнің деп тұр. Менің әпкемнің ручкасы. Ручка әпкесінен тәуелді болып тұр.
Значит, қолданбаймыз артикль. I have sister. Менде әпке бар. Қандай әпке? Белгісіз. Қанаттың әпкесі ма? Айжанның әпкесі ма? Үлкен әпке ма? Кіші әпке ма? Сондықтан да белгісіз артикльді қолданамыз. I have a sister. Менде әпке бар. My sister is engineer. Менің әпкем инженер. Менің тәуелдік болып тұр. Кімнің? Менің. Значит, артикль қолданбаймыз. Is engineer. Инженер. Қандай инженер екені белгісіз. Жақсы инженер ма? Жаман инженер ма? Сондықтан да an артиклін қолданамыз. An артиклін қолдандық, өйткені дауысты дыбыстан басталып тұр зат есім. Зат есім бізде engineer, ол дауысты дыбыстан басталып тұр. E. My sister's husband is doctor. Менің әпкемнің күйеуі дәрігер. Кімнің? Менің тәуелді болып тұр. Үстінде апостроф s тәуелдік болып тұр. Значит, артикль қолданбаймыз. Я, мына жерде қолданбаймыз. Дәрігер деген кезде қолданамыз. Қандай дәрігер? Белгісіз. Жақсы дәрігер ма? Жаман істейтін дәрігер ма? Сондықтан да артикль, белгісіз артиклін қолданамыз. I have no handbag. Менде қол сөмкесі жоқ. Ережеде айттық no'дан кейін, яғни болымсыз no'дан кейін артикль қолданбаймыз. She has got headache. Ода бас ауруы бар. Қандай бас ауруы? Мүмкін жай ауырып жатқан шығар, мүмкін қатты ауырып жатқан шығар, белгісіз. Сондықтан да артиклін қолданамыз. Одан кейін бізде тағы да бір ереже бар. Осындай I have a headache, toothache, яғни тіс ауруы, бас ауруы, іш ауруы, осындай кезде артикльдер қолданады. Просто жаттап алу керек, ереже бар сондай. Have they got car? Оларда машина бар ма? Яғни машина қандай екен белгісіз. Мерс машина ма, джип машина ма, Тойота ма белгісіз. Сондықтан да артиклін қолданамыз. Yes, they have. Я, оларда бар. Their car is not very expensive, but reliable. Олардың машинасы қатты қымбат емес, бірақ сенімді. Their, олардың, тәуелдік есімдік болып тұр. Демек, артикль қолданбаймыз. Have you got calculator? Сенде калькулятор бар ма? Қандай калькулятор екені белгісіз. Сондықтан да белгісіз артиклін қолданамыз. No, I haven't. Жоқ, менде жоқ. Is this watch? Мынау сағат па? Қандай сағат екені белгісіз. Қандай сағат сұрап тұрғаны белгісіз. Сондықтан да артиклін қолданамыз. No, it's not watch. Жоқ, бұл сағат емес. Яғни сөйлем әлі аяқталмады бұл сағат жайлы, я? Яғни әлі де қандай сағат екені белгісіз, сондықтан да артиклін қолданамыз. It is pen. Бұл ручка. Яғни қандай ручка екені белгісіз. Қызыл ручка ма, көк ручка ма, я? Белгісіз артиклін қолданамыз. This pen is good. Мына ручка жақсы. Енді бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде this сілтеу есімдігі болып тұр. Қолмен сілтеп жатыр. Мына ручка жақсы деп. Демек, егерде this-тан кейін мынандай to be is тұратын болса, to be естігі is тұратын болса, this is деп, я, онда артикль қолдануға болатын еді. Бірақ this мына жерде жалғыз өзі тұр. Демек, бұл сілтеу есімдігі болып тұр. This, мынау деп тұр. Сілтеу есімдігі болса, артикль қолданбайды. And that pen is bad. Ана ручка жаман. Сілтеу есімдігі болып тұр. Ана ручка, анау ручка жаман. Сілтеу есімдігінен кейін артикль қолданбайды.
Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер, комментарияға сұрақтарыңызды қойыңыздар және подписация етіңіздер. Бұдан да жақсы жаттығулар, грамматикалар, ағылшын тілін үйренуге қатысты жаттығулар шығарамыз. The lesson is over. Goodbye.